Оқырман қауым үшін сүйінші жаңалық ақын Гүлсім Сатыбалдының «Өмір иірімі» атты жыр жинағы жарық көрді. Онда автор махаббат пен ғұмыр мәнін көркем тілмен кестелейді. Сондай-ақ ол бұл еңбегін қайырымдылықтың қайтарымы дейді. Себебі 2 жыл бұрын күйеуінің газбен жүретін көлігі өртеніп, денесінің 80%-ын күйік шалыпты. Сондай қиын шақта ел жұрт жинап берген ақшаға отағасын операция жасап, емдетіпті. Енді өзі халыққа жақсылық жасауды мақсат етеді. Ақын қараша айында өткізетін шығармашылық кешінде өз оқырмандарына арнайы сыйлық тарту етпек. Халықтың жинап берген ақшасында 6 айда біз 6 наркозбен операция жасап, жолдасым енді аяққа тұрып, өз-өзіне келді ғой. Сол бір 5-6 айдан кейін үйде отырып, өзіміз ниет қылып қойған болатынбыз. Енді Құдай қаласа, осыдан шамамыз келгенше біз елге көмектесеміз, қолымыздан келгенше өзіміздің жеп отқан нанымыздың жарты ақшасын, жарты нанын бөліп беріп отырамыз деген ниет болды.